дыбысының әріпінің жазылуымен таныс болыңдар. Ұдың бас әріпі ілгекше, көлбеу сызықтардан тұрады. Жазу жолының ортасына қаламыңды қой. Солдан оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе, доға сызып, жоғарғы үлкен жолдың ортасына дейін көлбеу, түзу сызық жасаймыз. Одан төмен қарай көлбеу сызып, астыңғы сызыққа жете бере, оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе, доға ілгек жасаймыз. Лдің кіші әріпі ілгекше, түзу, көлбеу сызықтардан тұрады. Жазу жолының астыңғы сызығынан сәл жоғары қаламыңды қой. Солдан оңға қарай астыңғы сызыққа тигізе, доға жасап, жолдың үстіңгі сызығына дейін көлбеу сыз. Үстіңгі сызыққа жеткен соң, сызықты төмен тартып, астыңғы сызыққа жете бере, доға сызықты астыңғы сызыққа тигізе, ілгек саламыз. Енді дәптеріңді ашып, менімен бірге Л әріпін жазуды үйрен.